Өмірде түрлі жағдайлармен бетпе-бет кездесесің. Қайын сіңілім 4 балалы болғанда күйеуінен ажырап кетті. Шаңырағының шайқалуына күйеуінің діннің түсініксіз бір ағымына еріп кетуі себеп болған еді. Намаз оқиды, мешітке барады, ішпейді, шекпейді деп қуанып жүрген. Сөйтсе, күйеу баламыз оранып жүр деп титтей қыздарына дейін тиісіп, тілін алмаса ұрып соғатын мінез шығарыпты. Қайын сіңілім мемлекеттік мекемеде істейтін, оранып жүре алмаймын деп қарсы шыққан. Ай-шайға қаратпай көгала қойдай сабап, түрін адам танымастай өзгертіп тастаған. Онысын тек маған ғана айтып жылады. Апамдар білмей-ақ қойсын дегесін ешкімге айтпай сырын ішінде сақтағам. Кейін осы жағдай тағы қайталанды. Бұл кезде мен шыдап тұра алмадым. Қызымыздан айырылып қалмай тұрғанда бір амалын жасайық деп күйеуіме жеткіздім. Күйеу балаға 1-2 мәрте ескертіп, қаталдау сөйлеген екен. Әйел менікі, айтқаныма жай сөзбен көнбесе, ақыры осылай болады деп әкіреңдепті. Мұндайға кім шыдап қарап қалады дейсіз? Барып ажыратып алдық. Балалары да әкелерінің езгісінен құтылғанына қуанып, нағашыларының қолына көшіп алды. Есі кіріп, арттарынан іздеп келер деп күйеу баланы күттік. Сөйтсек, ол шырақ басқа біреуді үйіне кіргізіп ала қойыпты. Сосын күдерді үзіп, бәріміз жабылып қала шетінен жер әперіп кішігірім үй тұрғызып бердік. Ажырасқанына 2 жыл болғанда қайын сіңілім тұрмысқа шыққысы келетінін айтты. Аузы күйген үріпшер дегендей қалай болар екен деп ішімізден күмәнданып, әрі қайын сіңіліміздің тосын тірлігіне тосырқай қарағанымыз рас. Балалардың алды ержетіп қалды. Ол жағын ойладың ба деп өзінен сұрап ем, төмен қарап қызарақтап, бұл жолы олай болмайды деді. Сөйтсем, ол Facebook арқылы студент кезде ұнатып бірге жүрген жігітін тауып алыпты. Ол Таразда тұрады екен. Үйленіп, балалы бола алмаған соң 10 жылдан кейін ажырасқан екен. Қайын сіңілім де басынан өткен жағдайды жасырмаған. Содан екеуі кездесіп, үйленуге бел буыпты. Жас кездерінде неге қосылмадыңдар, кім кедергі болды деп сұрап едім. Үйленеміз деп уәделесіп қойғанымызда бұның әкесі қайтыс боп қалды да 1 жылға дейін тойымызды тоқтатып тастады. Сол аралықта анау мені алып қашып кетті емес пе? Қалмаймын, өзімнің сүйген жігітім бар деп тулап жылап едім. Апам ғой, босаға аттап қойды. Енді сол жерге тастай батып судай сіңсін деп сәлемдеме айтып жіберіпті. Амал жоқ, көнуге тура келді, деп өткенді еске алып жылап қалды. Осылайша ғашықтардың жолы 2-ге айырылған екен. Қайын сіңілімнің бұл шешіміне күйеуім де, қайныларым да, әсіресе ата-енем де қарсы болды. Бір кездері бір-біріңді сүйген шығарсыңдар. Ол кезде жас едіңдер, салт болдыңдар. Ал қазір арада 4 бірдей бала бар. Руы бөлек, елі бөлек. Оларды қайтесіңдер? Кім қарайды сенің бала-шағаңа? Тиетін адамыңа қандай боп шығады? Ертеңгі күні шекесінен шертіп отырса қайтесің деп апам қосылуларына ыңғай білдірмеді. Бірақ арада 1 апта өткенде әлгі алғашқы махаббат ауылға келіп ата-енемнің алдынан өтті. Балаларды ойлап қам жемеңіздер. Сүйген адамымның балалары да маған өз баламдай болады. Көңілдеріне қаяу түсірмей асырап, өз баламдай жетілдіруге уәде берем деді. Атамыз марқұм бір сөзді кісі еді. Асығыс шешім қабылдап отырсыңдар, әлі де ойланыңдар. Үй боп кету оңай емес, мына заманда деп қайтарып жіберген. Бірақ жігіт мықты екен. Сүйіспеншілігінің шынайылығынан шығар күн ара үйге келіп жалынып отырып алды. Сосын біздікілер ақ батасын беріп 2 ғашықты қосты. Құда-құдағилар да Құдайға қараған кісілер екен. 4 баласы бар әйел деместен барлық кәде-шүделерін жасап, қайын сіңілімді алып кетті. Жақында сол қайын сіңілімнің үлкен қызы тұрмысқа шықты.
Бірінші күйеуіне қызыңды ұзатқалы жатырмын, кел ішінде бол деген екен, харам жерге бармаймын, харамдармен араласпаймын депті. Екінші күйеу баламыз тойын өзі өткеріп құдаларды тік тұрып күтіп шығарып салды. Екеуінің бақытты екені жүздерінен көрініп тұр. 4 бала менің әкем ең жақсы адам деп әндеткенде бәріміздің көзімізге жас келді. Тапқан әке емес, баққан әке деген расау. Сыртынан сүйсініп, бақыттарының баянды болғанын тілеп ауылымызға қайттық. Қайын сіңілімнің басындағы бұл жағдайда махаббаттың құдіреті демегенде не дерсің? О баста Құдай екеуінің тағдырына бір болуды жазған екен. Бұйрықтан қашып кете алмады.